Ассаламағалейкум. Жоқ, ассаламағалейкум. Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін міне екінші видео. Алғашқы видеомызда рухани құндылығымызды түсініп, бойымыздағы патриоттық сезімімізді ояту үшін өзіміздің мақтан тұтарлық ағаларымыз бен апаларымыз жайлы айтып кеткенбіз. Енді ондай дара тұлғалар арамызда қазіргі уақытта да бар. Олардың бірі Марғұлан Сейсенбаев ағамыз. Ол кісі 1966 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Сөйтіп, ол кісі далада мал бағып жүргенде өзі ойланған ғой, мен бұл өмірге не үшін келгем деп, бұл дүниеге не үшін келгенмін деп. Сол өз-өзіне қойған сұрақтың арқасында, сол ойын арқасында өмірін күрт өзгертіп жіберді. Ол өз күшімен, өзінің білімімен оқу орындарына түсіп, білімге бет алды. Сөйтіп, жоғары оқуға түсіп, өз-өзін күннен күнге жетілдіріп, дамытып жүрген кезінде, яғни студент болып жүрген кезінде, оларға универге Нұрсұлтан Назарбаев келетінін естіді. Ол кезде президент емес, ол кезде ол орталық комитеттің бас хатшысы болған. Сол кезде былай сұхбаттасуға былай келген екен. Үлкен аудиторияда. Сол кезде Марғұлан ағамыз артқы қатарларда отырып хат жазады екен. Құрметті осындай, менің есімім Марғұлан Сейсенбаев. Мен осындай күні, осындай жерде дүниеге келдім. Мен мал бағып жүріп, өзімді жетілдіруге бет алдым. Өз күшімен осы оқу орнына түстім. Бірақ қазіргі сәтте осы жер маған тар, мені шетелге білім алмасуға жіберіңізші деді. Сөйтіп хат жазады екен да, алдында отырғандарға беріп жібереді. Алдындағы отырғандар сөйтіп, сол хат жаңағы алдында отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың қолына жетеді екен. Ол кісі Нұрсұлтан Назарбаев сол хатты оқиды екен. Оқиды да, осы хатты жазған кім дейді? Тұрсын дейді. Марғұлан ағамыз тұрып, мен дейді, сол кезде маған мемлекет құрғанға осындай кісілер керек дейді да, жүрме мен дейді да, алып кетеді екен. Сөйтіп, шетелге оқуға жіберіп, ол кезде болашақ деген бағдарлама жоқ, бірақ сонда да былай бір нәрсе амалын табып, сөйтіп шетелге оқуға береді екен. Ол кісі қазіргі уақытта көптеген жетістіктерге жетті, және ол кісіден үйренуге тұрарлық заттар көп. Солардың бірі ол әдет, яғни привычка дейді ғой. Біздің өміріміздің 90%-ын сол әдеттер құрайды екен, привычкалар. Сөйтіп, мен өзімізге бір 7 әдетті құрып қойдым. Неге 7? Себебі 7 деген қазақтың киелі саны, ол өзіме ұнайды. Сол сан. Сонымен кеттік. Біріншісі, жарты сағат ерте тұру. Біз таңертең тұрғаннан кейін өз күніміз қалай өтеді? Жалпы айтқанда, таңертең тұрамыз, жуынамыз, тамағымыз ішеміз, барып киініп жұмысқа кетеміз, жұмыста жұмыс істейміз, одан обедте обед ішеміз, одан кешке дейін жұмыс істеп, кешке үйге қайтамыз, үйге келеміз, аламызда тамақ ішеміз, соны сотканы шұқылап жатамыз, бүйтіп уақытымыз өтеді, бір кезде қараймыз, уақыт болыпты ғой, ұйықтайтын уақыт болыпты ғой, тағы шұқылап жатамыз, тағы сотка шұқылап жатамыз, одан кейін бір шаршағаннан кейін жай ұйықтаймыз, кеш жатамыз. Таңертең қайттан тұрғанда ояну қиын болады, өте қиын болады. Тағы кішкене ұйықтай тұрсақ қой деп, ұйқыңды қимай, кәдімгідей не болып жатқанын түсінбей тұрасың ғой, будильниктің дауысына барып өзің. Одан кейін
сөйтіп қайта жалғаса береді да біз өз өзімізге көңіл бөлетін уақыт болмайды. Бірақ біз кішкене бір күніне жарты сағат болсын өз өзімізге отчет беріп тұру керекпіз. Яғни басымызда порядок болу керек. Ол былайша айтқанда мақсат болу керек, мақсат қою керек. Сол мақсатқа жетудің тәсілдерін былай сатылап қою керекпіз. Ол мақсатқа жету үшін мен не істеуім керекпін деп. Сөйтіп өз өзіне отчет беріп тұрсақ, онда алдыға қарай дамуға оңайырақ болады. Сөйтіп жаңағындай күнделікті сол жаңағы апыр-топырдың арасынан бізде уақыт болмай қалады да өз өзімізге көңіл бөлетін. Ал бір жарты сағат ерте тұрсақ, ол жарты сағат болса да, бірақ пайдасы өте зор. Былайша айтқанда. Мен мысалы жеке өзім ол уақытты жаттығуға бөлем. Тұрам, одан кейін кішкене есім жиып алам, одан кейін барып, сәл жарты сағат 20 минут болсын өзім кішкене жаттығу жасап алам, содан кейін күнімді солай бастаймын. Ал сіздер ол уақытты басқаша пайдалануыңызға болады. Мысалы, таңертең тұрып, өзіңіздің күніңізді қалай былай белгілеп қойсаңыз, бүгін осыны істеу керек, осыны істеу керек, осыны істеу керек деп қойсаңыз, онда әлдеқайда тиімді болуы мүмкін сіздің күніңіз. Тиімді өтуі мүмкін. Сондықтан бұл өте керек әдет. Керек привычка ғой. Екінші әдет. Ол таңертең тұрғаннан кейін бір стакан су ішу. Оның әсері. Бір стакан су ішкенде біздің ағзамыздағы зат алмасу жақсарады екен. Ол біріншіден. Екіншіден, ол асқазанымыздың жұмыс істеуіне жақсы ықпалын тигізеді. Үшіншіден, ол ағзамызды тазартады екен. Көрдіңіздер ме? Таңертең тұрғандағы бір стакан суымыздың қанша көмегі бар екен. Ол былайша айтқанда біздің таңертеңгі тұрғаннан кейін ағзамыздағы старт деген кнопка сияқты ғой. Соны бас жіберетін. Ол екінші әдет. Таңертең тұрдым. Мен жалпы міне таңертең жарты сағат ерте тұрам, бір стакан су ішем, одан кейін барып жаттығу жасаймын. Үшінші, ол жаттығу немесе спорт. Үшінші әдет. Привычка. Үшінші привычка ол спорт. Біз мейлі нешеде болсын, қанша жаста болсақ та, біз өзімізбен қоса спортты ешқашан тастамау керекпіз. Өзіміздің денемізді былайша айтқанда тонуста ұстау керекпіз. Яғни бір жеңілдік болу керек, жеңіл жүру керекпіз. Қимылдағанда, қозғалғанда былай өзіңіз сезесіз ғой. Бізде халқымызда былай қалыптасқан ғой. Спорт көбінесе жастар үшін деп. Жоқ, спорт мейлі сен кішкентай болсан да, жас бол, немесе ересек болып болмаса, үлкен жасқа келсенде спортты тастамау керек. Спортивная ходьба дейді мысалы. Құр былай серуендеп қайтсан да, үйде жаттығу жасасан да, негізі былай үйірмеге жазылған дұрыс. Өзінің икеміне қарай белгілі спорт үйірмесіне жазылған дұрыс. Ал онда мүмкіндік болмаса, онда үйде қарапайым жаттығу бар. Ол мысалы приседание, отжимание, пресс деген сияқты. Бірақ спортқа көңіл бөлу керек міндетті түрде. Төртіншісі, ас тамақ ішу. Осындай сөз бар ғой. Көп тамақ ішу, ол аурудың басы. Аз тамақ ішу, ол шипаның басы дейді. Сол себепті, мысалы,
басқа мемлекеттерде тамақты аздан, бірақ жиі ішеді екен. Бірақ аз-аздан. Тамақ ішу керек, бірақ көп емес. От души тоятын емес, сәл былай. Жеңіл жүретіндей. Тағы да бір факт бар, егер біздің қарнымыз сәл ашып тұрса, онда миымыз жақсы жұмыс істейді екен. Естеріңізде болсын. 4-ші әдет ас тамақ ішу. 5-шісі кітап оқу. Біз мысалы тамақтанамыз ғой. Тура сол сияқты біздің миымыз өзі қоректенеді екен. Әр ақпараттармен сол миымыз қоректенеді. Ол көбінесе кітап. Мен білмеймін, бірақ мен кітап оқымай жүре алмайды екен. Мен кезінде қазір бұрын киноларды көретін, бірақ кітап оқи бастағаннан кейін кино аса қызықтырмайды, шын айтсам. Примерно түсініп тұрмын, сіздер кітап аса оқымайтын, көбісі кітапты аса оқи қоймайтын. Бірақ оқу керек. Келесі. 6-шы әдетіміз ол ұйқы. Ұйқымызды қандыратын болсақ, онда ертеңгі күн бұйырса жеңіл өтеді, энергияға толы боламыз, және максимум пайдалы өтеді да біз үшін. Жанып тұрасың да. Сондықтан ол өте маңызды, ұйқыны қандырған деген. Осыған да көңіл бөліңіз, назар аударыңыз. Және өзіңіз үшін шешім қабылдаңыз. Ең соңғы 7-ші әдет ол көп су ішу. Суды көп ішу. Біздің ағзамыз үшін ол өте пайдалы. Және де суық су емес, жылы су. Себебі біздің өзімізде ағзамызда белгілі бір температура бар. 36 сондай. Сол жылы су пайдасы өте зор. Өте көп жылы судың пайдасы. Сондықтан біз қазақтар көбінесе суға қарағанда шай көп ішеміз ғой. Су ішу керек ағайын. Осы міне 7 әдетті сақтасақ, өміріміз әлдеқайда жақсы жаққа өзгереді. Қайтадан оқи кетейін. Ең бірінші әдет жарты сағат ерте тұру. Сосын жарты сағат ерте тұрып, өз-өзіне көңіл бөлу. Ол бірінші әдет. Екінші әдет. 1 стакан су ішу. Оянғаннан кейін 1 стакан су ішу. Ол ағзамызды тазартады. Пайдасы өте көп. Үшінші әдет жаттығу. Спорт жаттығу. Қатар кеу керек, бәрі қатар кеу. Спорт бізбен қоса әрдайым қасымызда жүру керек, спорт тастамау керек. Денсаулық зор байлық. Денсаулық ол спорт. 4. Ас тамақ ішу. 5. Кітап оқу. Кітап оқу керек. Оқы және оқы. Өзіңізде түсініп тұрсыз ғой, кітап оқу керек екенін былай қарасаңыз. Біліп тұрсыз ғой, былай ең түбінде. 6. Ол ұйқыны жақсы қандыру керек. Міндетті түрде ұйқы қану керек. Сол кезде келесі күніміз біздің пайдалы және әсерлі өтеді. Пайдалы өзімізге сол күннен максимум аламыз да, сол күннен. Ең соңғысы 7-сі суды көп ішу. Жылы суды көп ішу. Комнатның температура жетеді. Осылай осы 7 әдетті сақтансақ, онда өміріміз жақсы жаққа өзгереді. Сол себепті мен осы әдеттермен сіздермен бөлісіп отырмын. Жаңағы Марғұлан Сейсенбаев жайлы интернетте, ютубтан яғни іздеп көріңіз. Ол кісі
жақсы кеңестер береді. Сөйтіп, жарқын болашаққа бірге ұмтылайық. Рахмет. Salam alaikum.